8 наурыз күні қаламыздағы Мұнайшылар сарайында өнер шығармашылық қоғамының ұйымдастыруымен қалалық арнаулы оқу орындарының студент қыздар арасында алкани қыздар сайысы болып өтті. Сынға медицина және мұнай колледждерінде оқитын 6 қызымыз түсті. Сайысқа қала әкімінің орынбасары Сағынбаева және бастаған әділ қазылар алқасы төрелік етті. 6 сыннан тұратын сайыстың бірінші сыны махаббат поэзиясынан өлең оқу болды. Абайдың, Мұхтар Шахановтың, Ақштап Бақтыгерееваның, Күләш Ахметованың, Нұрлан Оразалиннің, Темірхан Медетбековтың өлең жолдарын оқыған қыздар өздерінің поэзиядан хабардар екендерін көрсетті. Өлеңді сахнада орындау шеберлігімен Сүлейменова Балкенже көзге түсті. Тағам түрлерін әзірлеу сыны қыздарымыздың бұл салада тәп-тәуір жетістіктерге жеткенін көрсетті. Әділ қазыларға әсіресе Сүлейменова Балкенженің француз салаты мен Қонашева Майраның шубка салаты ұнады. Одан кейін сайыскерлер түрлі шейпингтік қимыл қозғалыстар көрсетті. Бұл сында әділ қазылардың жоғарғы бағасына Сәдіғұлова Баян ие болды. Өнер сынына қыздарымыз жақсы дайындықпен келгендері сезілді. Майра Қонашеваның гитарамен сүйемелдеп айтқан қыз монологы, Сәдіғұлова Баянның орындаған түрік биі, Оңғарова Майраның ата толғауы биі қазылар алқасының да көрермендердің де ойынан шықты. Сымбаттылық сынына сайыс қатысушыларымыз 2 киім түрін дайындаған екен. Күнделікті жастар стиліндегі киімдер және кешкі стилдегі киімдер. Бұл сыннан да қыздарымыз мүдірмей өтті. Сөйтіп 6 сыннан тұратын бұл сайысқа қатысқан 6 қызымыз өнерлерін ортаға салып, көрермендер мен жанкүйерлерге тамаша демалыс сәттерін сыйлады. Қорыта келгенде барлық балаларды айтып шығайық. Венера 110 балл жинады, Гүлдана 121 балл жинады, Баян 127 балл жинады, Майра Қонашева Майра 132 балл жинады, Оңғарова Майра 136 балл жинады, Сүлейменова Балкенже 140 балл жинады. Қорыта келе қазылар алқасы 3-ші орынға Қонашева Майра, 2-ші орын Оңғарова Майра, және 1-ші орын Ақтау қаласына жолдама бергелі отырмыз. Барып қыздар сынына қатысып қайтуға Жаңаөзен қаласының атынан ол Сүлейменова Балкенже. Әлбетте, қыздарымыздың көркіне ақыл сай болса екен деген үмітіміз ақталды десек, артық айтпаған болар едік. Бірақ бұл жерде тоқмейілсудің де ретін таппай отырмыз. Сайыс бағдарламасы қазақша құрылған жерде сахнадағы қыздарымыздың жауаптары, сөздері, ойлары қазақ тілінде айтылуға тиіс екен айтпасақ та түсінікті. Бірақ соған қарамастан сайыскерлеріміз оқтын-оқтын орыс сөздерін қосып қойып айтып жатты. Қадірлі көрермендер, қадірлі бүгінгі мынау сайысқа түскен қыздарымыз, ең алдымен мерекелеріңізбен құттықтаймыз. Және осы бүгін өнер сайысы болды, білім сайысы, білік сайысы, сымбат сайысы болды. Ең алдымен осы ұйымдастырушыларға, өнер қазыналық кәсіпорнына, оның қызметкерлері Арая, Мақпуза апаларымызға, жүргізуші Ләззатқа, басқа да осы кештің өтуіне атсалысқан барлық азаматтарға, музыканттарға қалдырай бастаған Әсетке көп рахметімізді айтайық. Себебі қаламызда осындай әдемі өнер кешін сыйлаған, демалыс кешін сыйлаған ең алдымен осы кісілердің еңбектері. Мен енді мынау конкурсқа қатысып тұрған қыздарға табыс тілеймін. Жалпы осындай конкурс біздің барлық оқу орындарында, мектептерінде жиі өтіп тұрса, бұл нұр үстіне нұр болар еді деп ойлаймын.